Xayrlı kun dostlar, menim kanalıma hoş geldinizler. Bugün sizlerмен men nazirki balıq şağımның өте тәмді печеньелерінің бірі, өте тез жасалатын, үйде бар заттармен жасалатын печеньелердің бірімен бөлісемін. Жасау жолы оңай. Осындай жұмсақ, әдемі болып шығады. Сіздер де өздеріңіз шайға немесе балдарыңызға жасап берсеңіз болады. Видеоның соңына дейін қарауыңыз сұралады. Керекті заттар тізімін төменге қалдырып кететін боламын. Алдымен 2 жұмыртқаға 1 кесек қантты салып, ықсылап қантымыз ерігенше араластырамыз. Үстіне 1 кесе күнбағыс майын құйып, тағы да жақсылап араластырамыз. Енді массамыздың үстіне 400 грамм ұнымызды електен өткізіп, үстіне 1 шай қасық қопсытқыш немесе шай қасықты толтырмай сода салып араластыратын боламыз. Массамыз қойыла бастағанда венчигімізді алып тастап, қолымыздың көмегімен өте жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Міне достар, біздің қамырымыз дайын, қолға жабыспайтын осындай қамыр шығады, жұмсақ. Енді өзімізге қажетті формаға келтіріп кесетін боламыз. Міне мен осындай дөңгелек формада жасайтын боламын. Егер сіз өзгеше қаласаңыз, басқа формада да жасауға болады. Противенімізге пергамент қағазын төсеп, печеньелерімізді орналастырып шығамыз. Міне достар, менде 25 түйір печенье шықты. Енді бетін өзіміз қалауымыз бойынша әсемдесек те болады. Енді 180 градуста алдын ала қызып тұрған пешімізге өте баяу отқа қойып, печеньелерімізді сәл қызарғанша пісіріп алатын боламыз. Шамамен 15-20 минутта пісіп шығады. Міне достар, біздің печеньелеріміз пісіп шықты. Өте дәмді, әрі жұмсақ печеньелер шығады. Магазиннің печеньесінен көрі осындай үйден өте қарапайым, әрі дәмді, жұмсақ печеньелерді өздеріңіздер де жасап көріңіздер. Балдарыңызға ұнайтыны сөзсіз. Достар, егер каналыма тіркелмеген болсаңыздар, каналыма тіркеліп, осыған қатысты өз пікірлеріңізді қалдырып кетсеңіздер болады. Каналымда түрлі рецепттер бар. Сау болыңыздар, астарыңыз дәмді болсын.